Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге тойымды әрі дәмді нан салма тамағын дайындаймыз. Дайындамас бұрын каналыма қош келдіңіздер. Өздеріңіздің әдемі комментарияларыңызды жаза отырып, өздеріңіздің лайктарыңызды басып өтіңіздер. Ең бірінші бізге нан салма тамағын дайындау үшін туралған пиязымыз, менде қатырылған помидор және болгарский, алдын ала картошканы ашып турап қойдым, және еттерімді турап қойдым, және сәбізімді турап қойдым. Осыларды турап алдын ала дайындап қоямын. Ең бірінші қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Етімізді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қызартып қуырсаңыздар да болады. Мен осылай қуырып жатырмын. Енді келесі кезекте туралған пиязымызды саламыз, және де тағы да араластырамыз. Келесі кезекте осы араластырып болғаннан кейін біздің туралған сәбізімізді қосамыз. Және де сәбізбен бірге жаңағы қатырылған 3 помидорымды, өзімнің қатырылған болгарскийімді саламын. Жақсылап тұрып араластырамыз. Және тағы да қуырамыз. Негізі қуырылған сайын тамақ дәмдірек болады. Енді біз салмасына, нан салманың қамырын дайындау үшін суға, яғни тұз суға ұнды салып қамырымызды дайындаймыз, және ол дайын болған қамырымызды кішкене тындырамыз. Енді көріп тұрғандарыңыздай картошкамызды барлығын салып араластырдық. Мына жерде біздің қатырылған помидорымыз әдемі болып не істелінген? Езілген. Енді үстіне кішкене суымызды қосып, қайтадан бұқтырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды тағы да кішкене бір 5-10 минутқа қайтадан қойып қоямыз. Яғни қамырымыз тұрған сайын әдемі болады, және жайғанға да әдемі болып тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте әдемі шыққан. Енді дайын болған қамырымызды әдемелеп тұрып жаямыз. Яғни нан салмамызға арналған қамырымызды не істейміз? Дайындаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды жаямыз. Дайын болған қамырымызды мен осылай кесіп алдым, екіге бөліп, және арасына ұнды сеуіп, қамырымызды тураймыз. Енді бұл жерде қамырдан нан салма қамырының ерекшелігі осындай ұзынша көлемде, көріп тұрғандарыңыздай видеодағыдай осылай кесемін. Негізі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұны тағы да 2 бөлікке бөліп, кішкене қысқа түрінде қылсаңыздар да болады. Бірақ мен осылай жайып, осылай кесіп дайындадым нан салма қамырын. Көріп тұрғандарыңыздай көрдіңіздер ме? Әдемі шыққан. Бұл нан салманың дайын болған қамыры, яғни жайған. Енді қайнаған суымызға жаңағы жайған нан салма қамырын салып аламыз. Енді дайын болған қамырымызға, көріп тұрғандарыңыздай әдемі түскен, өзіміздің, былайша айтқанда, подливамыз дейміз ғой, подливамызды құямыз. Бірінші қамыр сияқты майын құйып аламыз, үстіне еттерімізді, картошкаларымызды, яғни подливамызды осылай әдемелеп саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, өте әдемі, өте тойымды деп айтайын, нан салма, хит дәмі бар нан салмамыз дайын болды.
барлықтарыңызға ас болсын, дастарханымызда молшылық болсын, ас болсын барлықтарыңызға.